Сәлем достар, анимациялық фильмдер көп, суперқаһармандық оқиғаларда аз емес, бірақ олардың ішінде қарапайым мультфильм емес, біртұтас әлемге айналған ортақ оқиға желісімен байланысқан бірінен бірі туындайтын тарихи жоба өте сирек. DC компаниясының Animated Movie Universe, яғни анимациялық кино әлемі дәл осындай ерекше құбылыс. Бұл анимация әлемі 2013 жылдан бастап салынды, бірақ оның іргетасы бұдан да бұрын қаланған еді. DC 2011 жылы комикстер тарихын түбегейлі өзгерткен The New 52, яғни DC компаниясының 52-ші жаңа сериядан басталған үлкен ребут дәуірі басталды. Бұл DC-дің барлық суперқаһармандарының өмірбаяны мен тарихы жаңадан жазылған дәуір. Сол комикстердің идеялық негізіне сүйене отырып, студия режиссерлер Итан Сполдинг, Джей Оливер, Сэм Лю сияқты таланттарды жинап, жаңа анимациялық әлем құруға кірісті. Осылайша біз бүгін талқылап отырған үлкен хикая басталды. Алдымен біз Әділет лигасы қақтығыс парадоксын талқыладық. Ол жерде бір ғана адамның, Флэштің шешімі бүкіл уақыт сызығын қалай қиратып, әлемді танымастай өзгертіп жібергенін көрдік. Уақытпен ойнаудың құны қандай болатынын, кейде ең асыл ниеттің өзі апатқа апаратын сол фильм анық көрсетті. Содан кейін екінші видеода Әділет лигасы соғыс мультфильмін баяндадық. Сол жерде жаңа Әділет лигасының қалай құрылғанын, бір-біріне сенбейтін мінездері қиғашы, мүлдем әртүрлі қаһармандардың бір мақсат жолында біріккенін көрдік. Дарксайдқа қарсы соғыс тек жерді қорғау емес, бұл команданың өмірге келуі, лиганың негізі болды. Осы екі фильм Animated Movie Universe-тің іргетасы, уақыт, тағдыр, команда, сенім деген ұғымдар дәл сол жерде қаланды. Енді жалғастырып, осы анимация әлеміндегі үшінші маңызды қадамға келдік. Сын Бэтмен, яғни Бэтменнің ұлы. Бұл жолы әлемдік деңгейдегі апаттар мен ғаламдық соғыстан бөлек, оқиға өте жеке трагедияға жақын. Мұнда сөз Әділет лигасы туралы емес, Бэтменнің отбасы, өткен өмірі және мұрагері туралы. Рас әл Гул, лига өлтірушілер, көлеңкеде жасалған құпия эксперименттер, билікке деген шексіз құмарлық және кенеттен пайда болған ұл Дэмиан. Бэтмен бұрын қылмыскерлермен, құбыжықтармен, жын ойналған генийлермен күресіп келді. Бірақ бұл жолы ол мүлдем басқа сынаққа тап болады, әкелік жауапкершілікке. Бала кезінен өлім мен қантөгістің ортасында өскен Дэмиан тек Брюстің ұлы ғана емес, Рас әл Гулдың мұрагері, лига тәрбиелеген мінсіз қару. Енді Бэтмен алдында ауыр таңдау тұр. Ол оны қару ретінде емес, адам ретінде қалыптастыра ала ма? Комикстерде басталған The New 52 дәуірі дәл осы анимациялық әлеміне негіз болды. Бұл мультфильм 2006 жылы жарық көрген Грант Моррисонның әйгілі Batman and the Sun комиксі бойынша түсірілген. Дәл осы комиксте әлем алғаш рет Дэмиан Уэйнмен, яғни Брюс Уэйн мен Талия әл Гулдың ұлымен танысты. Талия оны лига өлтіргіштер арасында тәрбиелеп, болашақ мұрагер, нағыз мықты жауынгер қылып өсірді. Бұл Бэтмен тарихындағы ең үлкен бұрылыстардың бірі болды. Себебі Брюс қылмыскерлермен күресіп үйренген, бірақ әкелік міндетке мүлде дайын емес еді. Ал Дэмиан бала емес, қаруға айналған жасөспірім. Мультфильм комикстегі атмосфераны дәл сақтай отырып, анимациялық кино әлеміне дәл бейімделген. Оның оқиғасы әрі қарайда бүкіл осы әлемнің дамуына үлкен рөл ойнайды. Бэтменнің жеке хикаялары да жаңаша түсіндіріліп, оның ішкі қақтығыстары, отбасы, Робин ретіндегі мұрагері тағы да тереңірек ашылады. Бэтменнің ұлы сол комикстердің анимациядағы маңызды бөліктерінің бірі. Мұнда тек жауызды жеңу емес, құндылық таңдау, қандай жолмен жүру керектігін анықтау туралы үлкен әңгіме жатыр. Бүгінгі видеода біз Бэтмен мен Дэмианның арасындағы қарым-қатынасты, Рас әл Гул мен лига өлтірушілердің шынайы мақсатын, Девструктың рөлін және оның осы анимация әлеміндегі орнын, Лэнгстром, мутагендер, мутанттар арқылы көтерілетін моральдық сұрақтарды толықтай талдап, бүге шегесіне дейін айтып шығамыз. Бұл DC-дің анимациялық кино әлемі бойынша үшінші аялдамамыз. Бірақ бұл сапар осымен бітпейді. Алда әлі талай фильм, талай сюжет, талай теория бар. Сол себепті, егер осы видео 150 лайк жиналса, мен осы анимациялық әлемнің келесі бөлімін міндетті түрде жалғастырып шығарамын. Сенің бір лайкың келесі эпизодтың шығуына жасалған кішкентай бірақ маңызды қадам. Ал енді артығы жоқ сөзді қойып, Бэтменнің ұлы әлеміне, Бэтменнің әкелік сынағына, көлеңкелер мен мұрагерлік күресіне бірге сүңгейік. Лиганың қатыгез өлтіргіштер ұйымының жауынгерлері жаттығып жатқанда, Рас әл Гул өз немересі Дэмианға тәлім беріп жатады.
Ол Демианның болашақта оның мұрагері болып, осы әлемді басқаратын адам болатынын айтады. Рассел Гул ұзақ жылдар бойы оны тәрбиелеп, мінсіз қылмыскер жауынгерге айналдырған. Олардың әңгімесін Демианның анасы Талия және оның ағасы бақылап тұрады. Сол сәтте Рассел Гулдың ұлын ту сыртан атылған оқпен өлтіріп кетеді. Лигаға қарулы шабуыл басталады. Талия мен Демиан қашуға мәжбүр болады, ал Рассел оларға шабуыл жасаған жауынгерлерді өлтіреді. Кейін ол бұл шабуылды ұйымдастырған адамды іздеуге бет алады. Лига аумағына қарулы әскер толы тікұшақтар ұшып келіп, кезіккеннің бәрін атып тастай бастайды. Талия мен Демиан өз үйлерін қорғауға тұрады. Осы уақытта Рассел бірнеше қарсыласпен шайқасқа түсіп, оқ жаңбырына қарамастан тойтарыс береді. Бірақ жауынгерлерді Рассел Гулдың басты жауы Слейд Уилсон, лақап аты Девстрок, тоқтатады. Ол мұны өзі шешетінін айтып, қартпен бетпе-бет қалады. Екеуі қылышпен айқаса бастайды, алайда оның сыбайластары ғимаратты жарып жіберуге дайын екенін естіген Девструк қашып кетеді. Осы сәтте тікұшақ пилоты зымыран атқан кезде жарылыс салдарынан Рассел Гул ауыр жарақат алады. Уилсон оның күйіп қалған денесін тауып, лига басшысын біржола өлтірмек болады. Бірақ дәл осы кезде Демиан келіп атасына араша түседі. Демиан мен Девструк айқаса бастайды, бірақ Демиан күш жағынан әлсіздік танытады. Сол себепті ол ғимараттың бір бөлігін жауының үстіне құлатып, бір көзін ойып алады. Дегенмен жүрегіне соңғы соққы жасай алмай қалады. Девструк түтінді бүркеп қашып кетудің амалын табады. Демиан тікұшаққа мініп бара жатқан Уилсонның жанында бұрын Рассел Гулға қызмет еткен Убуды байқап қалады. Жаулар ұшып кеткен соң Демиан мен Талия Расселді іздеуге асығады. Рассел бірнеше рет өмірін сақтап қалған лазер шұңқырына еңбектеп жетуге тырысады, бірақ бұл жолы үлгере алмайды. Демиан оны қолымен шұңқырға түсірмек болады, алайда Талия тоқтатып, егер ол өлсе, оны қайта қалпына келтіру мүмкін еместігін айтады. Ол Демианға қорғаушы да, дана ұстаз да керек екенін түсінеді, сондықтан оны әкесіне Готэмге алып кетеді. Осы уақытта Демианның әкесі Брюс Уэйн Бэтмен кейпінде Киллер Крокты аңдып жүр. Бұл жауыз дәрі-дәрмектерді ұрлап жүрген. Ол күшейіп алғанымен Бэтмен оған қарсы тең дәрежеде шайқаса алады. Бір сәтте Крок басымдыққа ие болады. Бірақ дәл уақытында келген Талия оны естен тандырып түсіруге көмектеседі. Осыдан кейін ол Бэтске Расселдің өлімі туралы және Девструктың өзін және Демианды өлтіргісі келетінін айтады. Брюс үшін баласы бар екенін білу үлкен таңданыс болды, бірақ ол ұлын қорғауға келіседі. Демианның мінезі бірден байқалды. Ол Бэтменнің көлігін көре сала рөлге отырғысы келетінін айтты. Бұл идея Бэтске ұнамай, өзі оны жасырын логовоға алып кетті. Мұнда Демиан Альфредпен танысып, ол оған бөлмесін көрсетті. Уэйн қызметшісі әулетінің баласын бірден таныды. Ол расында Брюстің ұлына өте ұқсас еді. Осы уақытта доктор Кирк Лэнгстрем бірнеше күн бойы лабораториядан шықпай ерекше препарат жасап жүр. Кешке қызы оны кешкі асқа шақыруға келеді, бірақ Лэнгстрем жұмысты аяқтамайынша шықпайтынын айтады. Қызының ренжігенін түсінген ол бәрібір лабораториядан шығады, бірақ дәл сол сәтте оған шабуыл жасалады. Есін жиғанда Лэнгстрем әйелі мен қызын байлап кеткенін көреді. Оны да Девструктың адамдары байлап тастаған. Уилсон адам мен жануар генін біріктіре алатын мутагенді талап етеді, бірақ Лэнгстрем препаратты әлі аяқтамаған. Оны жылдамдату үшін Девструк оның отбасын бірге ала кетеді. Таңертең Демиан қылышын алып ауладағы тәртіпті қалпына келтіруге кіріседі. Ол көрген барлық өсімдікті қырып тастайды. Ұлының жаттығуын көрген Брюс бұл баладан бір үлкен нәрсе шығатынын түсінеді. Ол жұмысқа келгенде Демиан мұнда да келіп алған еді. Ол Брюстің креслосына отырып компьютердегі құжаттарды ақтарып жатыр. Брюс кіргенде Демиан оған Девструкты тауып өлтіруді ұсынады, бірақ Брюс келіспейді. Оның ойынша қылмыскерді өлтіру адамды дәл сондай қылмыскерге айналдырады. Алайда Демиан тергеуді бастау керек деп табанды түрде талап етеді. Ол Бэт қорғанындағы компьютерді бұзып, Убу туралы ақпарат тауып алған. Кейіпкерлер Девструкке жетудің алғашқы ізі ретінде Убудан бастауды жоспарлайды. Бұл Брюске ұнамай, ол Альфредті шақырып Демианды үйге алып кетуді тапсырады. Сол уақытта Талия Уилсонның жасырын жеріне басып кіріп, тұзаққа түседі. Девструк оны есінен тандырып тұтқындайды. Бэтмен комиссар Гордонмен бірге Архемге барып, Киллер Кроктан жауап алуға бел буады. Мутант көз алдында үгіліп бара жатады, ал Бэтмен одан мұның артында кім тұрғанын анықтап алады. Кроктан кейін ол Лэнгстромның үйіне
үйіне барады. Мұнда ол Девстроктың сүйрекенін тауып алады. Сол сәтте жақындап келе жатқан дронның дыбысын естиді. Бұл дронды Лэнгстромның пәтерін жою үшін жіберген еді. Өрт басталғанда Бэтмен ғимаратының үстіндегі су толы жәшіктерді аударып, пәтерді жалыннан құтқарады. Кейін сүйрекенді өзімен бірге алып кетеді, ал Убу екі жеңілтек қызбен бірге өз апартаментіне оралады. Дәл сол сәтте ол пәтердің біреудің бар екенін байқайды. Бұл Дэмиан еді. Ол Девстрок қайда жасырынғанын білу үшін келді. Алайда Убу бәрін жай айтып беруге дайын емес болатын. Екеуінің арасында шайқас басталып, Дэмиан оны оңдырмай сабап тастайды. Олар көшеге шығып кеткенде, Дэмиан алып денелі Убуды өлтірмек болады. Бірақ іске Найтвинг араласып, баланың Убуды өлтіруіне жол бермейді. Сол үшін ол денесіне көптеген жарақат алады. Соған қарамастан ол Дэмианды байлап тастауға шамасы жетеді. Дэмианның Бэтменнің ұлы екенін білген соң Найтвинг Брюспен байланысады. Альфред Бэт қорғанында Диктің жарақаттарын емдеп береді. Осы жерде Дэмиан Найтвингтің ескі Робин болған кездегі костюмын мазақтай бастайды. Бірақ Грейсон үшін бұл костюм үлкен мағынаға ие болғандықтан ол Дэмианға мұндай әдепсіздікке жол бермейді. Дэмианмен айқастан кейін Убу ауруханаға түседі. Оның жағдайы өте ауыр болғандықтан ол ешқандай ақпарат бере алмайды. Мұны көрген Бэтмен басқаша жол іздеуге шешім қабылдайды. Ол Дэмианға Лэнгстром туралы айтып, оны өзімен бірге іздеуге алып шығуды ұйғарады. Осы ретте Дэмиан Робиннің костюмын киеді. Бэтмен мен Робин комиссар Гордонмен кездеседі. Оның адамдары Убудың пәтерін тінтіп, маңызды айғақ табады. Бэтмен Лэнгстромды Готэм Колизейінен іздеу керегін түсінеді. Колизейге келгенде Брюс бала кезінде әкесімен осы жерге келгенін еске алады. Енді ол бұл жерде өз ұлымен бірге тұр еді. Бэтмен Дэмианға жанынан алыстамай, оның айтқанын тыңдауды бұйырды. Бірақ Дэмиан өзін ұстап тұруға қиналды. Ол ойланбастан алға қарай жүгіріп кетті. Бэтмен оны тоқтатып, бинокль беріп, Колизей ғимаратының бүкіл жері бейнекамералармен қоршалғанын көрсетті. Ішке кірген кезде күзетшілер өтіп бара жатты, ал Дэмиан оларға бірден шабуыл жасамақ болды. Бірақ Брюс оны тағы да тоқтатты. Олар Лэнгстромды ұстап отырған бөлмені тауып ішке енді. Лэнгстер Девстроктың қайда жасырынғанын білмейтінін айтты, бірақ Робин оған сенбей бірден бас салды. Ол оны сөйлеуге мәжбүрлемек болды, алайда шектен тыс қаталдық танытты. Лэнгстромды дәлізге лақтырып жібергенде күзетшілер оларды байқап қалды. Бэтмен мен Робин оларды оп-оңай құлатты, бірақ көп ұзамай қосымша күш келді. Робин оларға да қарсы тұруға дайын болды, алайда Бэтмен көрінбей қашып кетуді талап етті. Ғимараттан шыққан кезде Брюс төбеде мутанттарды жартылай адам, жартылай жарқанаттарды көріп қалды. Олар шабуыл жасағанда Брюс пен Дэмиан шегінуге мәжбүр болды. Ала сапыран кезінде Робин әкесінен көз жазып қалды. Ол енді бәрін өзі шешуді ұйғарды. Ол Лэнгстромды тауып алып, қылышын суырып үлгергенде, Бэтмен оны қуып жетіп, докторды тірідей алып кетуді бұйырды. Бэт қорғанына келген соң олар Лэнгстромды тергеді. Сонда ол Девстрокқа арнап мутаген жасағанын айтты. Бұл мутаген бастапқыда Рассел Гул үшін керек болған, алайда оның өлімінен кейін затты өзіне емденгісі келген Уилсон еді. Екеуіне де мінсіз адам мүмкіндігінен асып түсетін жауынгерлер қажет болды. Рассел Гул тәжірибе жүргізу үшін Лэнгстромға адамдарды жеткізіп тұрды. Ал Лэнгстром оларды мутагенмен сынап, нәтижесінде Бэтмен мен Робинге шабуыл жасаған мутанттар пайда болды. Алайда формула әлі жетілдірмегендіктен Лэнгстром жасаған мутанттарда ақаулар болды. Сонымен қатар доктор оның отбасын ұрлап кеткенін де айтып берді. Ол қызымен сөйлескенде қызы өзін қай жерде ұстап отырғандарын сипаттап берді. Робин мұның Интерлакенде орналасқан Рассел Гулдың базасы екенін түсінеді. Тікелей жолға шықпас бұрын Бэтмен Лэнгстромның мутаген әсерін жоятын антидот дайындап беруді сұрайды. Осылайша мутаген сынағын барлық адамдарды қайтадан қалыпты күйіне қайтаруға болмақ. Сол уақытта Лиганың бекінісінде Девстрок Талияның камерасына кіріп, оны сұраққа алады. Ол Бэтменнің маскасының астында кім тұрғанын білгісі келеді, бірақ Талия айтудан бас тартады. Дегенмен ол Бэтмен мен ұлы өздері оның ізіне түсетінін анық сездіреді. Бэтмен мен Робин Рассел Гулдың базасына жеткенде ғимарат тастанды болып көрінеді. Бірақ қабырғаның әр жағында Бэтс әйелдің жылағанын естиді. Ол жасырын өткелді тауып, іште Лэнгстромның әйелі мен қызын көреді. Бэтмен оларды босатуға кіріскенде Ребекка жасырын түрінде Робинге бір гаджет береді. Мұны оған Девстрок бұйырған еді. Гаджеттің жазбасында Уилсон Дэмианға өзінің қайда екенін көрсетіп, оған жалғыз келуді талап етеді. Дәл сол жерде ол Талияны ұстап отыр, ал оны құтқару үшін Дэмианның қолында бар болғаны 48 сағат.
Лэнгстромның отбасын құтқарғаннан кейін Брюс Найтвингпен байланысқа шығады. Дик Девструктың ықтимал жасырын орнын анықтап қойған екен. Бірнеше күн бұрын ғана іске қосылған Рассел Гулға тиесілі істен шыққан мұнай бұрғылау мұнарасы күдік тудырады. Бәлкім Уилсон дәл сонда тығылып жатқан шығар. Брюс сол жаққа баруды шешеді. Сол сәтте ол Робиннің қашып кеткенін байқайды. Дэймен өзі мұнараға жетіп, күзетшілерді құлатып, Девструкқа білдіртпей жақындап, анасын құтқармақ болады. Ол Уилсонның лифтімен суасты күмбезіне түскенін көріп соңынан ереді. Дэймен оны лазер шұңқырының жанынан табады. Төбеде Девструктың бұйрығын күтіп тұрған ондаған мутант бар. Уилсон оны күткенімен мұнша тереңге кіріп келетінін ойламаған еді. Ол Дэйменді атып тастамақ болады, бірақ дәл сол кезде Талия ұлын қорғап, оққа өз денесін тосады. Талия жараланады, ал Дэймен оқтан тасаланып тығыла бастайды. Девструк оны бұрышқа қысып тастағанда, Бэтмен дер кезінде жетіп ұлын қорғайды. Бұдан кейін Уилсон өз мутанттарын Бэтсқа қарсы жібереді, бірақ Бэтмен олардың әлсіз тұсына дайын болып келген. Ол ультрадыбыстық құрылғыны қосып мутанттарды кері шегіндіреді. Олар далаға қарай жүгіріп шыныдан жасалған лифт шахтасына кептеліп қалады. Шахта шыдай алмай жарылғанда су төмен қарай ағылып құлайды. Сол кезде Дэймен Девструктың соңынан қуа жөнеледі, ал Бэтмен жараланған Талияны лазер шұңқырына түсіріп, оның жараларын жазуға кіріседі. Осы уақытта Лэнгстром антидотты дайындап үлгереді. Найтвинг шприцтерді антидотпен толтырып, мұнай мұнарасына жетеді. Мутанттар жер бетіне шыққанда Найтвинг барлық антидотты оларға атқылайды. Зат олардың ағзасына түскен бойда мутанттар қайтадан адам кейпіне еніп суға құлап түседі. Девструкпен бетте-бет келгенде Дэймен оны жеңеді. Уилсон әлсіз күйде оның алдында жатыр, бірақ Дэймен оны өлтірмейді. Ол Робин болғысы келетінін және әкесінің қағидаттарын ұстану керектігін түсінеді. Сол себепті Девструкты қирап бара жатқан суасты базасында өлімге қалдырып, өзі Талия және Брюспен бірге кетеді. Олар су бетіне көтерілген сәтте Найтвинг оларды әуе көлігімен алып кетті. Дэймен әкесімен бірге қалды, ал Талия Лиганы қайта қалпына келтіру үшін өз жолымен кетті. Ол Брюске Лигаға қосылуды ұсынды, бірақ ол үзілді-кесілді бас тартты. Оның ойынша Лига өлтіргіштер мүлде болмауы тиіс ұйым еді. Талия кетіп қалғаннан кейін Бэтмен мен Робин де үйге қайтуға дайындалды. Сол кезде Робин тағы да рөлге отыруды сұрады. Әрине, Бэтмен оған рұқсат бермеді. Міне, бүгін біз Бэтменнің сыртқы жауларымен емес, өзінің ішкі әлемімен шайқасқан хикаясына куә болдық. Бұл жолы Брюс Уэйн үшін маскада, батырлықта, тіпті Лигада маңызды болған жоқ. Маңыздысы өз ұлынан жаңа бір әлемді көру, оған дұрыс жол көрсету, оның тағдырын басқа біреудің қолына емес, өз қолына алу. Дэймен Лиганың қылышы болып өсті, бірақ Бэтмен оны адам қылып тәрбиелеуді таңдады. Қару болу оңай, ал адам болу ең қиын сынақ. Дәл осы сынақ олардың екеуін де өзгертті. Рассел Гулдың көлеңкесі, лазер шұңқырының құдіреті, Девструктың сатқындығы, мұның бәрі Бэтменнің өміріне қашанда әсер етіп келген тақырыптар. Бірақ бұл жолы ол бәрін жалғыз қабылдаған жоқ. Оның жанында Дэймен тұрды. Болашақ Робин, болашақ қаһарман, болашақ таңдаудың символы. Animated Movie Universe-тың бұл тарауы бізге бір нәрсені анық көрсетті. Кейде әлемді құтқару үшін алдымен отбасыңды құтқаруың керек, ал кейде әлемді өзгерту үшін ең алдымен өзің өзгеруің керек. Бірақ бұл біздің жолымыздың тек бастамасы ғана. Алда әлі үлкен шайқастар, жаңа жаулар, жаңа одақтастар және Бэтмен мен Дэймен арасындағы әлі талай өршитін драмалық оқиғалар бар. Бұл анимация әлемі тоқтамайды, бұл әңгіме аяқталмайды. Бұл тек үшінші қадам. Егер осы видео 150 лайк жинаса, Animated Movie Universe-тың келесі тарауын, келесі эпизодты, келесі соқтығыстарды, келесі құпияларды міндетті түрде жалғастырамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі хикаяда жолығамыз. Бэтменнің әлемі жалғасады. Сіздермен болған киношоу кезі, келесі кездескенше.